Қазір мен сіздерге образецті қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге осындай қағаз бен ручка қажет болады. Яғни сіз қандай затты тоқып жатырсыз, және де қандай крючокпен, қандай жіппен, соның барлығын қағаз бетіне түсіріп алатын боламыз. Мысалы сіз жемпір тоқиын деп жатырсыз, төбесіне, яғни жемпір деп жазып қоямыз. Сосын қандай крючокпен тоқимыз. Мысалы менде беби шекерім жібі. Бұл яғни 3,5 крючокпен 2 сондаймен тоқылады. Яғни крючок жазып қоямын. Крючок номер 3-пен тоқимын. Және де жіп беби шекерім. Жібі және де тағы да бізге үлгіміз қажет болады. Үлгі. Ол үшін осылай номер 3 крючогымызды алып, жібімізбен, яғни 10 немесе 15 петля көтереміз. Яғни бірінші түйін түйіп аламыз. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мінекей мен 20 петля көтердім. Осы 20 петляны соңына қарай тоқитын боламыз. Ол үшін бір воздушный петля көтереміз. Одан кейінгі тұрған петлядан, яғни ары қарата тоқып бастаймыз. Яғни дәл осылай соңына дейін мінекей тоқитын боламыз. Мінекей соңына дейін тоқыдым. Енді бір петля көтеріп, жұмысымызды айналдырып, ары қарата тағы да, яғни тоқитын боламыз. Сол воздушный петля көтерген жерден жалғастырып тоқып кетеміз. Дәл осылай, міне бұл бізде екінші қатар. Дәл осылай 20 немесе 10 қатар. Яғни осылай өзіміз 20 қатар тоқитын боламыз. Мінекей менің тоққан 10 қатар тоқыдым. Мысал ретінде сіздерге көрсетемін. Қазір 20 петля көтердім. Енді осының үлгісін сызамыз. Яғни мінекей осылай сызып аласыздар. Енді менде міне воздушный петля көтергенім 10 сантиметр болды. Ал биіктігі 5 сантиметр болды. Бұл 10 қатар жүрдім. Мынаны 20 петля көтердім. Яғни енді мысал сіздің тоқиын деп жатқан бұйымыңыз, мысалы былай жазып қойық, 10 сантиметрім, 10 сантиметрін түсінікті болу үшін осылай жазайық. Көрініп жатыр ма? 10 сантиметрім менде 20 петля болды. Ал 1 сантиметрде қанша бар? 20-ны 10-ға бөлеміз. 2. Яғни 1 сантиметрде 2 петля бар екен. Енді сіздің тоқиын деп жатқан бұйымыңыз 50 сантиметр болатын болса, оны қалай есептейміз? Яғни 50 сантиметр болу үшін біз 50-ді 2-ні 50-ге көбейтеміз. Яғни көбейтеміз 2-ге. Сонда 100. Сіз сонда 100 петлядан бастап тоқитын боласыз. Яғни мысалға бұл. Ал енді биіктігі, жемпірдің биіктігі мысалға алсақ 20 сантиметр болу керек дейік. Яғни бізде мына тұс 20 сантиметр болу керек. 20 деп жазып қойық.
так 20 сантиметр болу керек. Енді 20 сантиметрді қай жақтан шығаратын боламыз? Яғни ол үшін 5 сантиметріміз оң қатар деп жазып қояйық. Ал 20 сантиметріміз неше қатар болады? Ол үшін 10-ды 20-ға көбейтіп 5-ке бөлеміз. Яғни бұл негізі тоқымада таза математика. Дұрыс есептесеңіздер, петляларыңыз дұрыс шығады. 10-ды 20-ға көбейтеміз. 200-ді 5-ке бөлгенде, яғни 40. Біз сонда 40 қатар шығару керек екенбіз. Яғни дәл осылай образец тоқу арқылы тоқымай тұрып есептеп алған өте дұрыс. Яғни ешқандай да қателеспейсіздер де осы үлгі бойынша есептеп, мысалы суретін сызып дегендей, мысалы шалбар болса шалбардың суретін сызып, осылай яғни есептеп аласыздар. Яғни осылай сызып, яғни мына манжеті, мынауда манжеті, яғни осының барлығы есеп арқылы жүзеге асатын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.